Бәріңізге сәлем. Бүгін біз кез келген шет тілін үйренудің 4 негізгі дағдысына тоқталамыз. Тыңдау, сөйлеу, жазу және оқу. Және неге грамматика, сөздік қор, дұрыс дыбыстау осы дағдылармен бірдей мәнге ие. 4 тілдік дағды дегеніміз не? Жалпы тілді меңгеру 2 бағытта жүреді. Құлақ пен көз арқылы қабылдау және қол мен ауыз арқылы жеткізу. Яғни тыңдау мен оқу арқылы біз кез келген ақпараттарды қабылдаймыз және сөйлеу мен жазу арқылы өз ойымызды жеткіземіз. Академиялық тұрғыда продуктив және рецептив деп айтылады. Ең бірінші неден бастау керек? Тілді үйренудің ең алғашқы қадамы ол тыңдау. Ол жай ғана музыканы тыңдау емес, бұл input, яғни миыңызға тілді сіңіру процесі. Бұл туралы ғалым Стивен Крашен өзінің input hypothesis атты теориясында айтады. Біз тілді түсінікті түрде естіп және оны жиі қайталау арқылы үйренеміз. Бұл тіл үйренудің табиғи жолы. Баланың даму жолын елестетейік. Алдымен ести бастайды және бірнеше айдан кейін өзі қайталап сөйлей бастайды. Содан кейін бар немесе оқиды, немесе жазуды бастайды. Бұл табиғи модель бізге де жарайды. Зерттеулерге сүйенсек, күніге 20 минут тыңдау 3 айда пассив сөз қорыңызды 30%-ға арттырады. Ал үздіксіз тыңдау және оны қайталау сіздің сөйлеу жылдамдығыңызды 2 есе тездетеді. Ең алдымен тыңдауды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Сөйлеу кейін табиғи жолмен келеді. Тілді меңгеру ол грамматиканы жаттау емес, түсінікті тыңдау арқылы миға автоматты түрде енгізу. Қалай тыңдау дағдысын дамытуға болады? Ең бірінші өзіңіздің деңгейіңізге сай келетін ақпараттарды қолданыңыз. Және де тұрақты күніге 15-20 минут тыңдауды әдет қылыңыз. Басында субтитрмен, кейін субтитрсіз тыңдап дағдыланыңыз. Shadowing техникасы, яғни дауыстап қайталау техникасы. Тыңдаған сөйлеміңізді дәл сол уақытта дауыстап қайталап айтыңыз. Бұл үйреніп жүрген тіліңізде ми, құлақ және тіл байланысын орнатады. Narrow listening, яғни бір тақырыптағы контенттерді тыңдау. Мысалы, тек саяхат туралы подкасттарды тыңдаңыз. 3-4 күн қатарынан. Таныс лексика жиі қайталанады, нәтижесінде есте жақсы сақталады. Келесі дағды бізде сөйлеу. Бұл дағды бізге күнделікті өмірімізде ойымызды нақты және түсінікті жеткізуге көмектеседі. Қалай бұл дағдыны дамытуға болады? Speaking journal, яғни аудио күнделік. Тілді белсенді үйренушілер үшін бұл өте қолжетімді және нәтижелі әдістердің бірі. Бұл техниканың негізгі идеясы күнделікті жазу емес, сіз әр күн сайын дауыстап сөйлеп және оны аудиоға жазып отырасыз. Бұл миға сөйлеу автоматизмін қалыптастыруға көмектеседі. Қалай жасаймыз? Күнделікті телефоныңыздың диктофонына 1 немесе 2 минут ағылшынша сөйлейсіз. Тақырып еркін. Бүгін не істедім? Менің сүйікті фильмім. Бүгінгі ауа райы. Мен нені ұнатамын? Бастысы үзіліссіз сөйлеу. Қате болса да тоқтамаңыз. Және әр апта соңы сол аудиоларды тыңдап, қандай қате жиі қайталанды? Сөйлеу қарқыны, сенімділік, сөздік қор қалай өзгерді? Жақсарған тұстары бар ма? Деген сұрақтарға жауап іздеп, келесі аптада сол кемшіліктерді дұрыстауды мақсат етіп сөйлеуді жалғастырыңыз. Бұл неге тиімді? Зерттеу бойынша 3 ай бойы 50 студент speaking journal жүргізеді. Ал басқа топ тек қана теорияны, яғни грамматика, сөз жаттауды үйренеді. Нәтижесінде speaking journal жүргізген топтың сөйлеу жылдамдығы 25%-ға артады. Қателер саны 2 есе төмендеген. Және де студенттер өз акцентін, грамматикасын өзі бақылап үйренеді. Speaking journal тіл үйренушінің сөйлеуіне өз көзімен қарауына, яғни өзін өзі тыңдай алуына мүмкіндік беретін
мықты құрал. Жаңа сөз жаттау, сөйлеген кездегі сенімділік, акцент, осының барлығы осы әдіс арқылы дамиды. Келесі бізде оқу дағдысы. Input fluency әдісі. Оқуды еркін, әрі қызықты мәтіндермен бастау керек. Graded readers. Тілді оқу арқылы үйренудің ең қауіпсіз жолы. Graded readers дегеніміз не? Бұл арнайы тіл үйренушілерге арналған жеңілдетілген кітаптар. Олардың ерекшелігі лексикасы және грамматикасы белгілі деңгейге сай етіп жазылады. Яғни сіз қиын сөздерге немесе күрделі құрылымдарға бөгеліп, оқуға деген ынтаңызды жоғалтпайсыз. Бұл кітаптар A1 және C1 деңгейлеріне қарай бөлінеді. Әр деңгейге сай белгілі бір сөз саны немесе грамматикалық құрылымдар қолданылады. Неліктен тиімді? Пауэлл Лейшен және Стивен Крашен зерттеулері бойынша, оқу барысында мәтіннің 95-98% сөзі таныс болуы керек. Бұл түсінікті инпат тудырып, ми жаңа сөздерді табиғи жолмен үйренеді. Жаңа сөздер контекст арқылы есте жақсы сақталады. Келесі бізде жазу дағдысы. Жазу ол бір сәттік емес, кезең-кезеңімен жүретін процесс. Идея, жоспар, жазу, тексеру. Қалай жазу дағдысын дамытуға болады? Free writing, яғни еркін жазу. Уақыт бойы 10 минут бойы ойыңызға келгенді ағылшынша жазыңыз. Бұл техниканың мақсаты қате іздемеу, түзетпеу. Яғни жазуды ой сүзгісінен өткізбей, автоматты түрде қалыптастыру. Пайдасы қандай? Жазу рефлексі дамиды. Ойыңызды ауызшада, жазбашада, ағылшынша құрастыруды жылдамдатады. Ішкі цензура жоғалып, сенімділік артады. Келесі техника writing prompts. Күн сайын қызықты өмірлік сұрақтарға жауап беру. What do you love about your city? If you had a superpower, what would it be? What's a childhood memory that makes you smile? Яғни еркін тақырыпта өзіңіздің ойыңызға келген қызықты сұрақтарға жауап бере аласыз. Бұның пайдасы қандай? Тұрақты жазу әдісі қалыптасады. Белгілі бір тақырыптарда сөздік қорыңыз көбейеді. Күнделік стиліндегі жазу эссе жазуды жақсартады. Жазу ол тек грамматиканы білу емес, ойыңызды ағылшынша еркін жеткізе алу. Қай дағды болмасын, олар бір-бірімен тығыз байланысты. Бірін дамыту басқасына да әсер етеді. Менен кеңес. Қадаммен үйреніңіз, тыңдаудан бастаңыз, кітап оқыңыз, сөйлеуге көшіңіз және жазумен бекітіңіз. Және ұмытпаңыз, грамматика, сөздік қор, дұрыс дыбыстау сіздің ішкі тіл қорыңыз. Ал дағдылар соны қолданып, басқаларға өз ойыңызды дұрыс жеткізудің жолы. Егер сізге пайдалы болса, лайк басып, каналыма жазылыңыз. Сұрақтарыңыз болса, пікірде қалдырыңыз. Келесі видеоларда кездескенше. Бай-бай!